Баршаларыңызға ассалаумалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті оқырмандар, егер де сіз дұғаңыздың 100% қабыл болғанын қаласаңыз, мына амал әрекеттерді жасасаңыз болады. Бірінші, кімде-кім парыз намазын оқып, артынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға 10 рет салауат оқыса, Алла тағала оның намазын қабыл етіп, оның осы намазын адам пайғамбарымызға сәжде еткен періштелерден де жоғары мәртебедегі періштелердің мәртебесіне жеткізеді. Сол мәртебедегі періштелерден біреуі былай дейді: енді не тілегенің болса да тіле, барлығы да орындалады. Яғни, құрметті оқырмандар, сіздер өзіңіз 5 уақыт оқитын парыз намазынан кейін 10 рет пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға салауатты айтып, өзіңіздің қалағандарыңызды айтатын болсаңыз, иншалла Алла тағаланың қалауымен қабыл болады екен. Ал құрметті оқырмандар, егер де сіз 5 уақыт намазда жоқ болсаңыз, имам Шаранидің осы әңгімесін өзіңізге амал етсеңіз болады. Аса танымал әулие Әли-ул Хауастың былай дегенін естідім, дейді имам Шарани. Алладан бір нәрсе сұраған кезде Алла Расулының атымен сұраңдар, деп былай дұға еткен: уа жаратқан, сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафаның құрметіне сенен мынаны қалаймын деп қалағандарыңды сұраңдар. Өйткені Алланың бір періштесі осы қалауыңды дереу пайғамбарымызға білдіреді де, оған: пәленбай деген пәленбай үмметің бір қажеті үшін сенің Алла арасында елші болуыңды сұрайды. Ал Алла тағала ардақты пайғамбарымыздың дұға және қалауларын кері қайтармайтынын біз білеміз. Сондықтан да осылай өз қажеттіліктеріңізді сұрасаңыздар болады. Сондай-ақ, құрметті оқырмандарым, өмірімізде бір рет пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға салауат айту уәжіп. Және де пайғамбарымыздың есімін естіген кезде салауатты айтуды ұмытпаңыздар. Және де дұға еткен кезде де пайғамбарымызға салауатты ұмытпай айтып жүріңіздер. Яғни салауаттың ең қысқа түрі саллаллаху алейхи уассалам. Және де экран бетінде көрсетіліп тұрған Аллахумма салли аля Мұхаммади ва аля али Мұхаммад. Осы салауат түрін жиі айтып жүрсеңіздер болады. Салауатты айтпаған адам, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның атын естіп тұрып салауат айтпасаңыз, дүниедегі ең сараң адамдардың қатарынан боласыз. Ал егер де дәл қазір салауат айтқан болсаңыз, мойныңыздан уәжіп амалдың үкімі түсті деген сөз. Сіздермен бірге болған Жансая Бақытбекқызы. Каналыма тіркеліп алыңыздар. Және де бұл видео сіздерге пайдалы болған болса, лайк басып, комментарийға пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Және де өзіңіз үшін қымбат жандарға осы видеоны таратып қойсаңыздар болады. Келесі видеоларда кездескенше, ассалаумалейкум.